Қазақстанда іске асырылып жатқан үздік әлеуметтік жобалар конкурсының облыстық кезең аяқталды. Ұсынылған 9 жобаның ішінен Ардош жүрек мүгедектер бірлестігі бірінші орынға ие болды. Енді аталмыш бірлестік Астана қаласында өтетін республикалық байқауда өңір намысын қорғамақ. Елбасы өз жолдауында мүмкіндіктері шектеулі жандарды барынша қоғамдық жұмысқа тартуды міндеттеген болатын. Бүгінде бұл бағытта өңірімізде бір қатар іс тындырылды. Байқауға ұсынылған жобалардың барлығы да осыны дәлелдейді. Әрі мүгедек азаматтардың өздері де қызығушылық танытуда. Мүмкіндігі шектеулі адамдар болғанмен, бұл адамдардың жүректері үлкен, өмірге деген сенімдері зор, әр уақытта жақсылықтың, мейірімділіктің үлгісі болатын, өмір сүйгіштің үлгісі болатын жандар, сондықтан да бұндай іс-шаралар міндетті түрде өту керек. Ұсынылған 9 жоба қатаң талаптардан өткен, бастысы мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамдық іске тарту екен. Проекты, представленные на сегодняшний конкурс, оценивались. Басты талаптары қоғамдық іске тарту, көпшілік ортаға тез үйренісуге жәрдемдесу, өз теңдестерімен қарым-қатынас жасауға септесу, және де әлеуметтік маңыздылығымен тұрғындарды қамту деңгейі бағаланды. Сонымен қатар жобаларды мүмкіндігінше өздері қаржыландыру керек. Осыдан 2 жыл бұрын құрылған Ардош жүрек мүгедектер бірлестігі бұл талаптардың бәріне сай келетін жоба жасаған. Ашық әлем немесе открытый мир деп аталатын жобаны бірлестік сәуір айынан бастапты. Оған қаражатты ұйым бірінші президент қорының 1,2 миллион теңгелік грантын ұтып алған. Мы сделали это, мы разработали целый комплекс мероприятий, чтобы... Біз алдымен жұмысты психологиялық тренингтерден бастадық. Себебі алдымен келушілер бір-бірімен тіл табысулары қажет. Біз мүмкіндігі шектеулі жандардың өмірде белсенді болғандарын қалаймыз. Кешенді жұмыс жоспарын құрастырып, жүзеге асырудамыз. Қаражатты ұтып алған гранттан алудамыз. Жыл сайын өткізілетін үздік әлеуметтік жобалардың облыстық кезеңі аяқталды. Бірінші орын алған Ардош жүрек бірлестігі енді Астана қаласында өңір атынан байқауға қатынаспақ. Гүлнар Сайлауқызы, Дулат Мұсафиров, ақпарат.